Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін біз пеште пісетін өте дәмді жұп-жұмсақ пирожкилер дайындайтын боламыз. Негізінде көп қыздардың духовкада, яғни пеште піскен пирожкилері қаттылау болып шығады екен. Сол себепті өзімнің жұп-жұмсақ пирожкилерімнің жасалу құпияларымен, жұмсақ болып шығу құпиясымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең әуелі арнайы ыдысқа жылы сүт құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы керек. Енді алдын ала өлшеніп тұрған қант пен тұзды себеміз. Мен екеуін бірден қосып жібердім. Барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң сұйық май қосамыз. Тағы да араластырып, құрғақ аштығымызды қосамыз. Және тағы да барлығын жақсылап тұрып біраз араластырып аламыз. Содан соң алдын ала електен өткізіліп өлшеніп тұрған ұнды аз мөлшерден қоса отырып, араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей ұнды мен алдын ала өлшеп алдым, бірақ барлығын бірден қосып жіберген жоқпын, себебі өзімнің қамырымның ыңғайына қарадым. Мінекей бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр шығады. Енді осы қамырға үстінен сұйық май қосып, тағы да қамырымызды жақсылап бір илеп аламыз. Осындай жұп-жұмсақ қамыр пайда болады. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше 1,5-2 сағатқа қойып қоясыз. Қамыр көтерілуі керек. Енді пирожкидің салмасына суға пісіп, езіліп тұрған картоптың үстіне тұз салдым дәміне қарай, және сары май қостым. Және қуырылған, ұсақтап туралған пияз салдым, жылы. Енді осылардың барлығын жақсылап араластырдым. Біздің салмамыз дайын. Мінекей менің қамырым да көтеріліпті, дайын болып. Енді қолмен ақырындап жайлап қамырымды басып алып, қолмен кішкене ұзыншалау етіп илеп, қамырды бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламын. Мен қуырылған және духовкада пісетін екі түрлі пирожки жасаймын. Міне сол себепті екіге бөліп алдым, домалаттым. Енді жаңағы домаланып тұрған әрбір пирожкидің қамырын оқтаумен жазып аламын. Тым қатты қалың болмауы керек, және жұқа да болып кетпеу керек. Енді ортасына салмасын салып, өз қалауыңызша пирожкиді ашылып кетпейтіндей буып түйіп аласыз. Әрбір жасалған пирожкилеріңізді бірден противеньге салып қоя берсеңіз болады. Менің пирожкилерімнің қамыры қолыма жабыспағандықтан мен ұн сеуіп жазбадым. Егер сіздің пирожкилеріңіздің қамыры қолыңызға жабысып жатса, азғантай ғана ұн себе отырып жазып алсаңыз болады. Пирожкилерді басқа жерге қойып, одан тағы противеньге салып жүрген кезде пирожкидің формасы бұзылып кетуі мүмкін. Сол себепті бірден противеньге салып қойғаныңыз дұрыс болады. Енді осы сәтте пешті алдын ала міндетті түрде қыздырып қойыңыз. Мінекей пирожкилеріміз дайын болды. Енді тағы көтерілуі үшін шамамен 10-15 минутқа міндетті түрде бетін орамалмен жауып қоясыз. Міне біздің пирожкилеріміз көтерілді. Енді беттеріне жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Барлығына бірде жағып шыққан соң алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке салып, қызарғанша шамамен бір 30-35 минут өзіңіздің пешіңіздің ыңғайына қарай пісіріп аласыз. Мінекей біздің пирожкилеріміз пештен шықты. Ыстық күйінде біздің пирожкилеріміз қаттылау болып тұрады. Бұл қалыпты жағдай. Ол үшін не істеу керек? Осындай ып-ыстық пирожкидің үстіне ыстық қайнаған сумен сүртіп шығамыз. Қайнаған суды жағып шығамыз. Немесе дымқыл орамалмен бетін жауып қоямыз. Пирожкилерде ыстық болу керек, суда ыстық болу керек. Мінекей барлығын үстіне жағып шықтық. Енді суығанын күтеміз. Міне біртіндеп біздің пирожкилеріміз жұмсарып жатыр. Әрине пирожкилердің бетіне суды шылқытып жақпаған дұрыс. Жай ғана беттерін ыстық сумен сүртіп шығасыз, және соңына дейін суығанын күтесіз. Осымен біздің жұп-жұмсақ пирожкилеріміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша, менің тәсілім бойынша жасап көріңіздер. Мен өте дәмді шығатынына сенімдімін, және видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.